Бізге қазақша түсінетін адам жіберіңізші. Қазақша сөйлей алатын. Я с вами не разговариваю. Өкінішке орай қазақ тіліне деген құрмет жоқ. Мына Карлакта не болып жатқан көріңіздер. Баршаңызға мәлім, бұл Карлак ұлт зиялыларын, ата бабаларымызды қинаған жер, атқан жер. Аталарымыз егемендік үшін, қазақ тілі, діні үшін күресті, осы жерде жанын берді. Осы жерді көзбен көру үшін сонау Атыраудан келсек, кіреберісінен бастап бізді орыс тілінде қарсы алады. Бұл қалай ақылға қонбайды. Қазақша жоқ па сіздерде қазір? Много времени надо. Қанша уақыт алады? Белгісіз. Не знает они. Бұл жерде көбіне орыс ұлтының өкілдері жұмыс жасап жүр. Оған қарсылығым жоқ. Көп ұлтты мемлекет, біз жұмыс жасай берсін. Бірақ осындай тарихи ұлт үшін маңызы бар жерде жұмысқа кірерде қазақ тілін білуін талап етіп қойсын. Соған қарап алсын жұмысқа. Маған десе Америкадан келіп жұмыс жасаса да, бірақ біз келгенде қазақ тілінде күтіп алсын бізді, қазақ тілінде қызмет жасасын бізге. Қазақша сөйлей аласыз ба? Я на русском говорю, как видишь. Бірақ орыстарға не деп ренжисің? Осында жұмыс жасайтын қазақ апайдың өзі бізге орысша сөйледі. Сосын жайлап сұрап едім, апай қазақша түсіндіре аласыз ба деп. Сосын ренжіп ұрысты да, маған олай мына тілде сөйле деп талап ете алмайсың деген сияқты. Оның өзін орысша айтты. Енді мен көшеде жүрген жоқпын, сағат сұрап тұрған жоқпын көшеде. Ол кезде талап ете алмайтын шығар, мына тілде сөйле деп. Маған орыс тілінде жауап берсе. Бірақ мен мына мұражайға ақша төлеп кірдім, клиент ретінде. Осы жерде мен талап ете аламын, осындай тарихи нысанда маған қазақ тілінде қызмет көрсетесіз ба деп. Все, что вы мне говорите, я вас не понимаю. Мен де сіз түсініп тұрған жоқпын. Я вас не понимаю, вы можете мне ничего не говорить. Просто молчите. Бізге қазақша түсінетін адам жіберіңізші. Қазақша сөйлей алатын. Я с вами не разговариваю. Онда кедергі келтірмеңіз. Еліміздің идеологиясына, мәдениетіне жауапты Ерлан Карин мырза, Аида Балаева ханым және тағы басқа жауапты тұлғалар. Енді бүткіл елдің ішінде қазақ тілін бір сәтте реттеу қиын шығар, бірақ дегенмен осындай ұлт үшін маңызы бар тарихи жерлер қазақ тілді болса дейміз. Қазір бәріміз ойлаймыз, әділетті Қазақстанды құрып жатырмыз деп. Бірақ әділдік деген неден басталады? Мысалы, ата бабаларымыз осы жерде қазақтың тілі, діні үшін жанын беріп өліп кетті. Ал ұрпақ ретінде осы жерде көзбен көруге келіп тұрмын қазір. Маған орыс тілінде қызмет көрсетеді. Мен үшін бұл тарихқа және ата бабаларымызға деген жасалған үлкен әділетсіздік. Бәріміз құрсыншы деп көз жұма берсек, қазақ тілінің болашағы не болады? Соны ойлап қойып, қазақ тіліне жаны ашитындар, намысы барлар осы видеоны таратсаңыздар, еліміздің үлкен басшылары көрсін. Енді мен қазақ елінің ішіндегі ішкі кухнясындағы қазақ тілін реттеуді сұрап жатқан жоқпын. Осындай тарихи жерлердің ішкі кухнясын реттеп қойсын.